10 сынып геометрия пәні. Номер 3 сабақ. Тақырыбы: кеңістіктегі екі түсудің өзара орналасуы. Сіздерге қойылған мақсат кеңістіктегі екі түсудің өзара орналасу ұғымын түсіну, қиылысқан параллель және айқас түзулерін ажырату. Жетістік критерийлері: кеңістіктегі екі түсудің өзара орналасу ұғымын түсінеді және де қиылысқан параллель және айқас түзулерін ажыратады. Кеңістікте түзулер қиылысатын параллель және айқас болып бөлінеді. Анықтама: бір жазықтықта жататын және қиылыспайтын түзулер параллель түзулер деп аталады. Келесі анықтама: қиылыспайтын және бір жазықтықта жатпайтын түзулер айқас түзулер деп атаймыз. Теорема 1. Түзуден тысқары орналасқан нүкте арқылы осы түзуге параллель жалғыз ғана түзу жүргізуге болады. Теорема 2. Екеуі де үшінші түзуге параллель болатын түзулер өзара параллель болады. Түзу мен жазықтықтың параллельдігі. Анықтама: кеңістіктегі қиылыспайтын түзу мен жазықтық параллель деп атайды. Үшінші теоремасы: егер жазықтықта жатпайтын түзу осы жазықтықтағы түзуге параллель болса, онда бұл түзу параллель жазықтыққа параллель берілген жазықтыққа параллель болады. Теорема 4. Айқас түзулердің біреуі арқылы екіншісіне параллель жалғыз ғана жазықтық өтеді. Енді келесі видеоға назар аударайық. Яғни, бір жазықтық сызатын болсақ, осында екі түзу алатын болсақ, А және Б параллель бір-біріне болады. Егер шарт қоятын болсақ, яғни шарт орындалса, бізде параллельдік орындалады. Яғни, мына бізде бағдар, стрелка, кері қарай жүру шарт. Яғни, олар бізде бір жазықтыққа жатып, яғни бізде гамма жазықтығы болсын, және де қиылыспаса. Әрине, қиылыспаудың да өзінің белгісі бар. Әзірше оны біз тұра-тұрамыз белгілемей. Осыдан көріп тұрғанымыздай, егер де екі түзу А және Б бір жазықтықта жатса, және де қиылыспаса, онда екеуі параллель болады. Яғни анықтамасы келесідей. Енді мысал ретінде деп айтсақ та болады. Басқа түзулерді көрсетейік. Басқа түзулер мысалға бізде бұндай бір Д түзу болсын, осы жазықтықты қиятын. Одан бөлек С түзу болсын, ол да осы жазықтықты қисын. Көріп тұрғанымыздай, А түзуі мен Д түзуі параллель емес. Сол сияқты ол С түзуімен де параллель емес. Сол сияқты А мен Б параллель болатын болса, онда былай А, Б параллель болатын болса, онда бізде шығады. Б да Д мен С түзуіне параллель емес екен. Бізде алдыңғы видеода көріп өткеніміздей, ол жерде параллель және параллель емес деген ол қиып өтпейтін жағы. Бір түзуді қиса, ол екінші түзу бірінші түзуге параллель жатпайтын, сол қиылыспайтын деп аталады. Енді келесі: түзу жазықтықты қиып өтеді. Кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың орналасуы, одан кейін түзу жазықтыққа параллель және түзу жазықтық бойында жатады. Тақырып түсінікті болса, жақсы сау болыңыздар.